Мен жаңа осы қалалық полиция басқармасы басшысы Бекданердан шықтым. Қызығы, мына қызда маскасыз отырған. Бекданерда маскасыз келді. Мен отырғандықтан мен ана видеоны жаға алмадым. Нені жақтым, қостым аудио жазбаны. Ол ойлады, мүмкін мен видеокамерамен отырым деп, әйтеуір масканы киді. Айтады, сіз мені түсіріп жатырсыз ба? Мен айттым, иә. Ол масканы киді, мені 145-ші баппен қорқытты. Ана жолғы сауатсыз Чорманов сияқты. Сіз дейді 145-ші баппен жауап бересіз дейді. Сосын мен айттым, мен онда кеттім, сіз мені қорқытып жатырсыз. Сосын сіз мені шақырдыңыз, олар мені шақырған. Мен бүгін Нұрлан Мәсімовқа жазылғам. Павлодар қаласы, Павлодар облысы бас полицейскийна. Бірақ та бір сылтаулар табылды дағы, ол мені қабылдамады. Қабылдағанда мен басқа сұрақтармен Асылбекті неге қудалап жатыр тіл жөнінде, Диастың неге аузын жапты, тіл, енді ол да тілді насихаттайтын блогер ғой. Енді әйтеуір сол сұрақтар бойынша, сосын полицияның өзінің тілге қатысты, сосын менің енді маған қойып қойған прослушкасын аңдуды, былайша айтқанда. Осы мәселелер айтылмақшы еді. Бірақ та енді осы мәселелер Бекданерға жеткізілген жоқ. Менің көңілім соған болмады. Былайша айтқанда, өйткені белден басқан заңсыздық мені смак компаниясына, смак дүкенде тұрғанда шақыртты полицияны. Олар мынандай желеумен шақыртты. Қазақ тілінде сөйлеп тұр деп шақыртқан жоқ. Олар білет қалай шақыртты. Ол маскалық режимді бұзып тұр деп шақыртты. Өздері сол маскалық режимді бұзып тұрған өздері болды. Бірақ та полиция, мен де арыз жаздым, менің де видеоларым бар. Маған хаттама маған ғана толтырды, повестканы маған ғана берді. Ана жақ мына жаңа санитарлық эпидемиологиялық неде болдым, шақыртқан жерінде. О жерде хаттама тек қана маған толтырылғаны жөнінде айтылды. Повестканы тек қана, енді заңгерлер біледі, повестканы береді тек қана кінәлі жаққа. Мінекей осындай масқаралықшылық болып жатыр бізде Кереку өңірінде. Бізде Керекуде мен ойымша тілді тұқыртуға мінекей жаны салып жатыр. Мүмкін мұнда коррупция да бар. Оларға штраф салмай, айыппұл салмай, маған айыппұл салам деген мінекей осындай ниет бізде. Кім коррупцияланған, Скаков па, бәрлік мына күштік құрылымдар ма, прокуратурадан бастап, мен әрине білмеймін, бірақ та менің ойым сондай. Сол коррупцияланған деп ойлаймын. Сосын бастысы тіл деген адамдарды осылай ауыздарын бәрін жабу деп ойлаймын. Басқа ойымда ештеңе жоқ.